Ассалаумағалейкум, Нариман. Қалай жағдайлар, жақсы ма? Жұмыстар жүріп жатыр ма? Анау сенің берген ұрығың ғой. Бағаша деген ұрық алдырған ем ғой көктемде. Соны есік алдына азғантай жерге парник істеп шашып, өзім өндіріп, көшет қылып, огородқа ектім. Биыл енді сәл кештеу болды, сонда да қазір пісіп, өнімін жеп жатырмыз ғой. Өте жақсы томат болып шықты. Ұрығың өте керемет екен, жақсы, крупный. Сырты да қатты, бір жаққа алып жүруге өте ыңғайлы екен. Рахмет, әйтеуір алдамапсың, көшетің ешқандай несі жоқ. Жаман көшет емес, рахмет саған. Енді рахатымызға жеп жатырмыз, артылған сатып жатырмыз қоғамшыға. Крупный, өте крупный. Бәрі химикат ештеңке берген жоқпын, тек егіп жатқанда ұяшығына жарты кесе биогумус тастадым. Сонымен өзі болып жатыр. Крупный қазір. Бір несі 350 грамм шығады. Өте жақсы сорт екен. Осы ұрықтан қазір бар болса тағы да алдырайын деген едім. Егерде бар болса хабарын айт. Жақсы, рахмет. Бұл Жетісай жақтан Мақтаралдамын ғой. Атым Бейбіт болады. Хабар берсең, ұрығыңнан тағы ал.